сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелерді дыбыстайтын боламын. Суицид пойыздағы әңгіме. Бір пойыз, түрлі тағдырлар, қым-қуат өмір, бәріміздің де иығымызда арқалаған көзге көрінбейтін бір тіршілік қабы бар. Айта берсе, үйде де, қызметте де тығырыққа тіреліп, іште шемен боп қатқан сырын ақтарғысы келетін жандармен бетпе-бет кездесуге тура келеді. Олар жан толғаныстарын білдіреді, ашпаған сырын ашады, ақыл сұрайды, ақыл салады. Сарыағаш Астана бағытындағы пойыз Дәурен Астанаға ем алу үшін жолға шықты. Ол 4-ші вагонына келіп жайғасты. Жол ұзақ болғандықтан Дәурен қасындағы көршілермен танысып, қайда бара жатқандарын сұрасты. Қарама-қарсы төсекте отырған әйел 40-50 шамасындағы бота көз. Ол Қарағандыдағы психиатриялық ауруханаға жатқызған ұлына бара жатыр. Ал қасындағы отырған сары әйел Сәлима қайтыс болған ұлына бара жатыр. Екеуінің де көзінен мұң байқалады. Ал Дәуреннің қасында отырған жігіт өзін психиатрмын деп таныстырды. Ол да Астанаға дәрігерлердің конференциясына қатысу үшін жолға шығыпты. Сағат тілі кешкі жетіні көрсетті. Барлығы тамақ ішуге қамданып, шағын үстелге жақындады. Сабырлы да байыпты жай үнімен ботакөз сөзін бастады. Менің дамирім бала кезінде өте құпты бала болатын. Үлгерімі де жақсы, бауырмал, ақылды еді. Бірақ әкесі қайтыс болғаннан кейін мінезі күрт өзгерді. Содан бастап күмәншіл, ұялшақ, тұйық мінезді болып өсті. Әңгімені үзбестен тыңдап отырған психиатр дәрігер ботакөзге қарады да: "Сіздің ұлыңыздың диагнозы қандай? Ауырғанына қанша уақыт болды?" Қателеспесем, дәрігерлер баяу ағымдағы виолетикушая шизофрения деп айтқан. Бірақ сол аурудан мүлдем жазылмайды. Өмір бойы дәрі қабылдау керек деп те ескертті олар. Түсінікті. Сіздің ұлыңыз бұрын қандай аурулармен ауырып еді? Отбасыларыңызда психикалық аурумен ауыратын адамдар бар ма? Деп дәрігер шайынан ұрттады. 1-ші сынып оқып жүргенде суық тиіп 1 айдай ауруханада емделген болатын. Содан жиі басы ауыратын. Университет аяқтайтын жылы ауырып, психиатриялық ауруханаға түсті. Енді өмірі қалай болатындығын бір Құдай ғана аян, деп ботакөз көзінен тамшылап аққан жасты сүртті. Олай айтпаңыз, жаңа өзіңіз баяу ағымдағы шизофрения деп айттыңыз ғой. Енді сол ауру туралы жалпы айтып өтсем, деп дәрігер жігіт қалтасындағы ұялы телефонға қарады. Сағат тілі 9-дан 15 кетіпті. Негізінен баяу ағымдағы шизофрения көп уақыттар бойы анықталмайды. Бұл ауру кезінде науқастар тұйықталып, әлеуметтік қатынастарын жоғалтып, эмоционалды реакцияларды кедейленеді. Сонымен қатар түйсік, қабылдау, ойлау сферасын әртүрлі дәрежедегі бұзылыстар анықталады. Өзінің аты айтып тұрғандай, ол ауру өте баяу дамиды. Сондықтан да ол аурумен ауыратын науқастардың көбісі еңбекке қабілеттілігін жоғалтпайды. Көбісі жұмыс істеп, үйленіп те жатады. Бірақ ол ауру тұқым қуалайды. Сол себепті де науқастар үйленгілері келмейді. Болашақ өмірлерін ойлаудан қорқады. Еш себепсіз үрей пайда болып, есінен адасып кетемін, ауыр дертке шалдығамын деген қорқыныштармен өмір сүреді. Олар көбінесе өз күйзелістерімен ешкіммен бөліспей, бұрынғы достарынан алшақтап, ешкімді көргілері келмейді. Жалғыз болғанды жақсы көреді. Көбісі ғылымға жақын болады. Бұл аурумен көбінесе ой жұмысымен шұғылданатындар душар болады. Екеуінің әңгімесі ұзақ уақыт бойы тыңдап отырған Сәлима: "Я, менің де ұлым сол аурумен ауырғанда ғой. Маған қандай аурумен ауырса да тірі жүргені жақсы еді" деді. "Менің ұлым ешқашанда мына жарық өмірді көрмейді. Ұлым қандай ауруға ұшыраса да, мен оны бәрібір жақсы көрдім. Кеше ғана ұлым тірі еді. Маған ең соңғы рет звондап: анашым, мен енді бұл құпиямды ішімде сақтай алмаймын. Анашым, мен нашақормын, сенесіз бе? Анашым, мен әдейі нашақор болмадым, сенесіз бе? Сол бәлені қолданғаныма 3 айдан асты. Сізге ол ауруға қалай ұшырағаным қызық шығар. Онда айтайын, анашым, бірте сабақта бас ауруларын өттік және оған қандай да дәрі керек екендігін білдік. Анашым, сіз білесіз ғой, менің кішкентай кезімнен басымны жиі ауыратынын. Бірақ ол дәріні қолыма түсіру өте қиын болды. Солай басым ауырған кездерімде сол дәріні көп қолдандым. Ұйқым тынышталып, басымның жиі ауруы да қойды. Таңертеңгі уақыттарда ұйқымнан қиналмай оянып жүрдім. Бірақ бәрі уақытша еді. Анашым, мені бәрі үшін кешірші. Ұялтқаным үшін, ақ сүтіңізді ақтай алмағаным үшін, бәрі үшін. Сонда сіздің ұлыңызға не болған? Дәрігері ме? Деп сұрады психиатр. "Я, қазір тірі болғанында 2 жылдан кейін невропатолог болушы еді." "Сонда ұлыңыз қалай қайтыс болған?" "Білмеймін, жаңағы дәріні артық мөлшерде қолданып қойыпты. Сағат түнгі 11. Пойыздағылардың көбісі ұйықтап қалған." Дәуреннің қасындағы көршілер де ұйықтауға жатты. Психиатр дәрігер ұйықтауға асықпады. Қолына бір кітапты алып оқи бастады.
Қасына Дәурен келіп: "Сіздің отбасыңыз, балаларыңыз бар ма?" "Иә, әрине, 3 қызым бар." "Түсінікті. Әйеліңіз қайда жұмыс істейді?" "Қазір жұмыс істемейді. Осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болған." "Кешіріңіз, білмеппін. Жатқан жері жайлы болсын." "Жоға, ренжімеймін. Ол кісі ауырып па еді?" "Өмір ғой." "Иә, Альцгеймер ауруына ұшыраған еді." "Менің әсемімнің өмірі оңай болмады. Өмір мен өліммен арпалысып, үшеуінде де аман қалды. Солай уақыт келе 36 жасында жасылмас дертке ұшырады. Сол аурумен қинала күресіп 10 жылға жуық өмір сүрді. Бірақ өмір сүрді деп айта алмаймын. Әрбір күні азапқа толы болды. Дерті асқынған кезде марқұм әйелім барлығын ұмытып қалатын. Өзінің есімін, өзінің анасы мен өз балаларын. Бұдан асқан бақытсыздық бола ма десеңізші, деп психиатр дәрігер көзінен аққан жасты қолындағы орамалмен сүрте түсті. Дәурен ұйықтап қалды. Осы кезде пойыз бір станцияға келіп тоқтады. Психиатр темекісін шегу үшін далаға шығып кетті. Қобалжығанынан ба, әлде уайымдағаннан ба, әйтеуір ботагөздің ұйқысы келмеді. Екеуінің әңгімесін ұзақ тыңдады. Сырттан тоңып келген дәрігер ботагөзді көріп: "Неге ұйықтамағансыз, әлде ұйқыңыз келмеді ме? Келіңіз, бірге шай ішейік", деп психиатр дәрігер тыныштандыратын шайын дәмдеді. "Енді ұлымның өмір не болады, әлі үйленбеп те еді", деп ақырын шыққан дауыспен сұрады ботагөз. Мүмкін қасындағы көршілерінен ұялып олардың ұйықтап қалғанын күткен болар. "Неге олай ойлайсыз? Ұлыңыз әлі жас, сондықтан да өмір әлі алда. Мен одан да сізге сондай аурумен ауырған науқасым туралы айтып берейін, тыңдаңыз. Осыдан 13 жыл бұрын 21 жастағы науқасты емдеген едім. Қазір де емделіп жүр. Бірақ асқынуы жоқ, көбінесе қыс айында қаралады. Науқас ол кезде 21 жаста болатын. Психикалық және тұқым қуалау аурулармен ауырмаған. Жанұяда 3-ші бала. Анасының жүктілігі ауыр болған. Жиі суық тию байқалған. Психикалық және физикалық даму қалыпты. Мінез-құлқы белсенді достары көп болған. Біртіндеп өсе келе ұялшақ, тұйық мінезі қалыптаса бастаған. 3 жасында балалар бақшасына барған. Тез үйренісіп кеткен. 7 жасында мектепке барып, жақсы оқыған. Әсіресе нақты ғылымдарға қызығушылық танытқан. 16 жасында еш себепсіз үрей пайда болып, есінен адасып кету, ауыр дертке шалдығу қорқынышы пайда болған. Көңіл күйі түсіп, өзін басқалардан кем санаған. Өзіне көшедегі адамдар қарап күлкі ететін тәрізді көрінген. Ішіндегі күйзелістерімен ешкіммен бөліспеген. Жақын достарынан алшақтап ешкімді көргісі келмеген. Өзіне түсіністікпен қарамайды деп, інісі туғаннан кейін ешкім жақсы көрмейді деп, ата-анасы мен інісіне өшігу сезімі пайда болған. 10-шы сынып оқыған кезінде аса тітіркенгіш болып кеткен. Сабаққа барғысы келмеген. Сабақпен айналысу күрделене түскен. Ойлары бір пәннен екінші пәнге секіріп кеткен. Зейін жинақтау қиынға соғып оқығанын қабылдай алмаған. Мектеп бітіргенде мектептің бітіру кешіне барғысы келмеген. Қызыл аттестат ала алмаған үшін өмірден түңіліп, өмір сүргісі келмеген. Бәрібір арманым орындалмады деп. Бұл уақытта дәрігерге қаралмаған. Уақыт өте келе күйзелістері өткірлігін жоғалтып, көмескеленген, өзінің дені сау еместігін сезінген. Ойлау бұзылысы төмендеп, күйзелістері мен мұң, үрей, қорқыныш сезімдері күшейіп, ұйқысы бұзылған. Мектеп бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына грантқа түсе алмаған. Анасының айтуынша, осы жылдар аралығында мінезі өзгеріп, тұйықталып, өмірден түңіліп, эмоционалды суықтық пайда болған. Бұрын байқалмаған ата-анасына, бауырларына, інісіне деген өшігу сезімі пайда болған. Содан өмірінің мәні кетіп, еш нәрсеге қызықпаған. Содан өзіне қол жұмсап, аудандық психиатриялық ауруханаға жатқызылған. Ауруханаға түскен кезде санасы анық. Бағдарлаудың барлық түрі дұрыс. Көңіл күйі төмендеген. Әңгімелескен уақыттарда басын төмен түсіріп, мимикасы кедейленген. Дауысы ақырын шықты. Денесінің әр бөліктігі сезімдеріне көп шағым айтқан. Өте ауыр жазылмас дертке шалдыққанмын. Қатерлі ісік. Сонымен қатар өзін ауруханада дәрігерлердің жанында жақсы сезінетіндігін айтады. Бұл қорқыныштардың негізгісі өзіне қол жұмсап қоямын, не туған туыстарына зардап тигіземін деп ойлайды. Көп уақыттың қасындағы науқастармен әңгімелесіп өткізеді. Өзін өте қатты сынайды. 2 айға жуық емделді. Емдеу нәтижесінде жағдайы едәуір жақсарды. Үрей азайып, жабырқаулы күй жойылды. Ішкі мүшелер тарапынан жағымсыз сезімдер азайды. Айналадағылардың өзіне деген ерекше күліп қарайтын көзқарастарын сезінбейтін болды. Көңіл күйінің жақсарғанын сезінеді және кешкісін үрейлі күйдің азайғанын айтады. Болашаққа жоспар құрады. Суицидалды ойлары жоққа шығарды. Ауруханадан галоперидол мен сүйелдеуші ем тағайындалып шығарылды. Шыққаннан кейін өмірі не болды деп мұңды көзбен сұрады ботагөз. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз оның қазір қайда екенін білесіз бе? Білмеймін, дәл қазір ол осы вагонда отыр. Сонда ол қазір дәл қай жерде отыр? Сіздің алдыңызда отыр, ол менмін. Шынымен де ме? Ботагөздің таңғалғанын үлкейіп кеткен екі көзі айтып тұр. Иә, мен енді сізге сол аурудан шыққаннан кейін не болғанын айтып берейін. Шыққаннан кейін мектепте мұғалім болып жұмыс атқардым. Арада 2 жыл өткеннен кейін үйлендім.
ел қатарлы дүркіретіп той жасамадым. Есесіне қаланың дәл ортасына ипотекаға 3 бөлмелі пәтер алдым. Жұбайымды білесіз, ол ауруханада жұмыс істеді. Сол жылы магистратураны қызыл дипломға бітіріп, университетке орналастым. Содан 22 жасында екінші мәрте студент атанып, медицина университетіне грант бөліміне түстім. Ол кезде әрине қиын болды. Анам көмектесіп тұрды. Күндіз оқу оқып, кешкісін аудармашы болып, диплом жазып, ақша таптым. Демалыс күндері репетитор болдым. Әйтеуір қолымнан келгеннің бәрін істедім. Солай уақыт зымырап өте берді. Әйелім науқастанып қалды. Ол кезде мен 33 жаста едім. Мен де уайымдағаннан ба, себепсіз қайта-қайта науқастана бердім. Бір тылсым күш буынымнан ұстап, жаным қиналғанда не істерімді білмей, ауруханалардың табалдырығын тоздыртатынмын. Егер сізге тыңдауға ауыр болса, ары қарай тыңдамаңыздар. Сізге зияным тигенін қаламаймын. Өзіме ұнағандықтан салдым. Ол кезде аудандық психиатриялық ауруханада қызмет істегенмін. Әйелімнің ауырғанын көтере алмадым ба, әйтеуір суицидалды ойлар пайда болды. Дәрігерлерде не болған түсіне алмай дал болып, мені ауруханаға жатқызды. Бірде палатамда таң намазымды оқып болғанда, ақсақалды қария мен әдеміше келген әже тура алдымда тұрып, намаз оқи бастады. Олар намаздарын оқып болғаннан кейін маған қарап, балам-ау, сен бәріне төздің. Енді бір-ақ сынақ қалды, соған шыдасаң, қалаған арманың орындалады. Енді біздің жұмысымыз аяқталды, деп беттерін сипап ғайып болды. Не өнім, не түсім екен түсіне алмай шошығанымнан бүкіл денем тітіркеніп кетіп, басым айналып сылқ етіп жерге құлай түстім. Содан азанда еденде ес-түссіз жатқан жерімнен медбике көріп дереу дәрігерді шақырды. Тексерістен өткізілгеннен кейін басымда ісік бары анықталып, шұғыл түрде операция жасалынады. Операция сәтті аяқталады, бірақ ертеңінде оянғанымда көзім көрмей қалды. Дәрігерлер ауруымды кеш анықтаған, содан өршігендіктен көзіме зақым келген. Қатты қиналып жыладым, бірақ оны ешкім сезбеді. Себебі көзімнен жас шықпайтын. Есіме қарияның сөзі түседі. Бірақ менің көзім көрмейтін болса, армандарымды қалай орындаймын? Мен енді ештеңе істей алмаймын ғой. Мүмкін әлі көзім көріп кететін шығар деп ойлап отырғанымда, көзіме өткенде келген қария әженің бейнесі көрінеді. Балам, біз саған басқа көз сыйладық. Енді сен бұл өмірдің басқа қырларын бұрын көре алмаған дүниелеріңді көресің. Сен осы көз арқылы бақытсыз адамдарға көмектесуің керек деп қария ғайып болды. Сол кезде өзіме сенбей жылап жібердім. Көзімнен мөлдіреп, моншақтап аққан жасты сүртіп мәзбін. Ауруханадан шығысымен құрбандық шалып, әулие жерлерде араладым. Содан бастап көріпкелдік қасиетім ашылды. Суицид 6 әріптен тұрады. Бірақ астында қаншама көз жасы мен қайғы жатыр. Ақ пен қара жолағы қатар өрілген өмір, қайшылыққа толы қашанды. Бір жас жігіт өзін өлімге қиып өртеп жіберген. Қылшылдаған жас жігіттің сондай қадамға баруына не жеке өміріне жайсыздықтар, тұрмыстың ауыртпалығы, жан күйзелісі түрткі болған. Ал мына бір қызық ұбытты да тапсыра алмай, енді өмірімнен еш мәні жоқ деп 10-шы қабаттан секіріп кеткен. Тағдырының тепкісіне шыдамағанынан ба, әлде күйеуінің тепкісінен төзе алмағаннан ба, бір әйел көпірден секіріп мерт болды. Қаншама жазықсыз қарындастарымыз бен әпкелеріміздің аппақ періштедей пәк арына зорлық пен дақ түсіп, әкесі мен анасының бетіне қарай алмай қаншама қара көзді қарындастарымыз қайғы жұтып, мына өмірмен қоштасуда. Айта берсе ондай жағдайлар көп. Солардың бәріне не себеп деп ойлайсыздар? Ақымақтық деп ойлайтын шығарсыздар, иә? Жоқ, ақымақтықтан емес, ол жандардың құртша жеген жалғыздықтың зардабы. Жалғыздық ең үлкен жаза. Арқанға ілулі тұрған бас сүйек елестетеді. Кел басынды тық маған деді. Арқанда асылып тұрған өз бейнесі денесі тоқ соққандай дір етіп, есін жиған дәурен жан-жағына қарап ешкімді көре алмады. Сол түні ол қатты ауырды. Жедел жәрдемнен келген дәрігерлер дәрі-дәрмек салып, медбикелер келіп тексергенмен ауруы одан сайын асқынып ауруханаға түсті. Әсіресе әжетханаға кірсе асылып тұрған өз бейнесін көретіндігін бөлімше меңгерушісіне айтқанда, меңгеруші психиатрға қаратты. Суицид деді психиатр. Оның қағазына қосымша дәрі-дәрмектерді жазып берді. Сіз ауруханадан шыққан соң психотерапевтке міндетті түрде көрініңіз. Психотерапевт қана сізге жақсы көмектесе алады деді кетерінде. Солай дәурен ауруханадан шыққаннан кейін облыстық ауруханадағы психотерапевтке қаралды. Есімі Әсем, жасы дәуренмен шамалас. Сәлеметсіз бе? Келіңіз отырыңыз деп дәрігер орындықтан нұсқады. Сіз шынымен де психотерапевтсіз бе? Небәрі қарапайым психолог психотерапевтін сұрамай-ақ біліп қоятын көріпкелдерде емес пе? Мүмкін менің қаншалықты көріпкел, қаншалықты балгер екенімді өзіңіз бағаларсыз. Көзіме тіке қараңыз. Жақсы. Қазір сіздің мінезіңізді айтамын. Дұрыс болмаған жерін түзерсіз. Көңілді жүргенді ұнатасыз. Ашық адамдармен тіл табысуын оңай. Тұйық мінезіңіз де бар.
Өзіңізге ұнаған адаммен ғана сөйлесесің, ұнамай қалса өзіңді тұйық адам ретінде көрсетесің. Соңғы кездері уайым мен қорқыныш бар. Иә, өте дұрыс айтасыз деп Дәурен дәрігерге бәрін қайдан біліп қойды екен деп таңғалып қарады. Енді жалғасын тыңдаңыз. Жалғыз қалып қоюдан қорқасың. Өзіңді ешкімге керек емес адамдай сезінесің. Бәрі саған қарсы шыққандай. Ішкі жан дүниеңе мұныңды жасырасың. Біреу әлсіз тұсыңды біліп қоятындай. Бірақ бәрі олай емес. Сен қорқақ емессің. Бәрі ойдағыдай. Тек батып бара жатқан тұңғиықтан шық. Шығуың керек. Сіз шынымен де психологсыз ба әлде көріпкелсіз бе? Адамның көзіне және сөйлеген сөзіне қарап мінездеме бере аламын. Ол қалай болатынын өзім де түсіне алмаймын. Сізге айтқандарым дұрыс па жоқ па нақты білмеймін. 100-150% дұрыс айтасыз. Жасырып ешкімге айтпай жүрген сырың бар. Біреуге айтсаң сыр сақтамайды деп ойлайсың. Көп адамға сенбейсің. Ұнатқан адамыңа сезіміңді білдіруден қорқасың. Себебі айтқан күні ол сенен алшақтап кетеді деп ойлап. Ондай жағдайда ада өзін-өзі суға сүйрейді. Яғни тұңғиыққа тартады. Ондай болмасы үшін өзіңнен ішкі жан дүниеңді жасырма. Сен қандайсың, өзіңді солай бағала. Бірінші өзіңді өзің қабылда. Сонда сені бәрі солай қабылдайды. Өмір сенікі, басқаныкі емес. Бастысы жүрек бар, демек бәрі тамаша болады. Өзгеріс енгізу керек. Араласатын ортаңды, достарыңды өзгерт. Білем, біраз достарынан көңілің қалған. Оларға еш мән берме. Өзіңді кішкене болса да жігерлендір. Ал мен әлі ешкім емеспін. Себебі жұмысым жоқ. Бірақ қатты жұмыс істегім де келеді. Жұмыс істеп жүрген адамдарды көрсе өзімді жек көріп кетемін. Олай болмайды. Әлі талай жұмыс істейсің. Бастысы ниет, талап, қалауым болса бәрін жасауға болады. Иә, сонымен қай жеріңіз ауырады, қандай шағымдарыңыз бар? Жалпы сізге айтарым деп Дәурен төмен қарады. Осы жалпы 2-3 уақыттай болды осылай науқастанып жүргеніме. Иә, нақтырақ дауыс естісіз бе, әлде елес көресіз бе? Иә, жалпы өзімнің асылып тұрған бейнемді жиі көремін. Содан маған ол елес бұйыра сөйлеп, менің өлгенім дұрыс деп сендіреді. Бұрын ондай қылықтар сізде бақыланып еді? Жоқ. Жалпы ұйқыңыз тыныш па? Жоқ. Соңғы кездері дұрыстап та ұйықтай алмай жүрмін. Неге? Өзімнен өзім қорқамын. Қасындағыларға не өзіме зиян тигізіп қоямын ба деп ұзақ уақыт үнсіз отырды ол. Түсінікті. Енді сіз маған 3 күннен кейін келіңіз. Мына дәрілерді бүгіннен қалдырмай ішіңіз деп дәрігер 3-4 дәрінің тізімін жазып берді. Сау болыңыз деді. Жалғасы бар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.